Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып пунктуация, нүктелі үтір, сызықша, жақша, тырнақша. Нүктелі үтір санамалап айтылған мағынасы ыңғайлы сөйлемдердің арасына қойылады. Мысалы, Қасым ханның ережелерінде мынадай түйінді әдет-ғұрыптық қағидалар қабылданған: мүлік заңы, қылмыс заңы, тағы да басқандай. Келесі, өлең жұмақтарында құрмалас сөйлемде мағынасы, құрылысы жағынан ұқсас келетін сөйлемдер арасында. Мысалы, ұл мен қыздың қызығы, тілі анық шыққанша, мергендіктің қызығы, көздеген аңын жыққанша дегендей. Келесі, сөздікте сөздердің түсініктемесінен кейін. Мысалы, майе, нүкте тұрады, яғни араб, нүкте. Сосын, ағатын, сұйық, нүктелі үтір, екіншіден сұйықтық. Сызықша бірыңғай мүшеден кейін келген жалпылауыш сөздің алдынан қойылады екен. Мысалы, мен, әсет, самат үшеуміз доспыз. Келесі, жалпылауыш сөзбен келген бірыңғай мүшеден кейін басқа сөздер келсе. Мысалы, мыналар, қос нүкте, Сырдария мен Амудария арылға құяды. Әрі қарай, оңашаланған айқындауыштың екі жағынан кездескен сызықша. Мысалы, заман жаршыларының баспасөз, эфир, экран үндері құлақтан кіріп бойды алар. Әрі қарай, түсіндірмелі салаласта баяндауыш сондай, сонша, соншалық сөздерінен болса. Мысалы, кешегі жарыстан шаршағаны соншалық, сызықша, бүгін кешке дейін орнынан тұра алмады. Ары қарай, жалғаулықсыз қарсылықты салалас. Мысалы, бас болмақ оңай, бастамақ қиын. Яғни, бас болмақ оңайдан кейін сызықша тұр бізде. Бас болмақ оңай, бастамақ қиын. Ары қарай, жалғаулықсыз ыңғайлас салалас іс оқиғаның тез арада өткенін білдірсе. Мысалы, есікті ашып қалды, сызықша маңдайына тас келіп тиді. Ары қарай, төл сөз, автор сөзі диалогта қойылады. Мысалы, қойдым тәуке, қойдым, деді де сыздық күлкіге булығып шығып кетті. Ары қарай, жақшаны қарастырайық. Сөйлемде бір сөзге қосымша түсінік беру үшін алынған қыстырма сөз жақшаға алынады. Мысалы, ол кезде Жақып, сызықшаның ішінде әкемнің кіші інісі деп түсініктеме берілген. Яғни, ауыл әкімі еді. Ол кезде Жақып ауыл әкімі еді. Ары қарай, цитатаның авторы жақшаға алынады. Мысалы, болмаса да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз. Ары қарай, драмалық шығармада автор түсіндірмелі жақшаға алынады екен. Мысалы, Нұрхан, яғни көзінің жасын сілкіп, қой шырағым сескеніп қаларсың, яғни мысалда айқын көрсетілген. Ары қарай, тырнақшаны қарастырайық. Дәйнек сөз тырнақшаға алынады. Мысалы, тырнақшаның ішінде Абай қазақтың бас ақыны деген екен, Ахметтер де өмірден өтті. Ары қарай, төл сөз тырнақшаға алынады. Мысалы, шешесі қызынан сұрады, тырнақшаның ішінде ақшаны қайда қойдың деген сияқты мысалдар. Ары қарай, тырнақшаны қарастырайық. Біреудің айтқанынан алынған жеке-жеке сөздер тырнақшаға алынады екен. Мысалы, әжемнің маған айтқан алтыным, қошақаным деген сөздері әлі күнге дейін есімнен кетпейді. Ары қарай, қалжыңмен айтылған астарлы мәндегі сөздер тырнақшаға алынады. Мысалы, жаны тәттілердің деген сөздер тырнақшаға алынған. Жаны тәттілердің жағдайын жасап жүре береміз бе? Қабаттаса келетін тыныс белгілер. Егер сұраулы сөйлем лептік интонациямен айтылса, сұрай мен леп белгілері қабат қойылады екен. Мысалы, айналайын ақжайық, ат салмай өтер күн қайда. Еңсесі биік бозорда, еңгеге кірер күн қайда. Ары қарай, жалғаулықсыз қарсылықты салалас құрмалас құрамдағы жай сөйлемдері арасында үтір сызықша қойылады. Мысалы, ол өтініп сұрады, бермедім. Төл сөз бен автор сөзі арасына сызықша үтірмен, леп белгісімен,
тырнақша мен үтір, нүкте, сұрау, леп белгілері көп нүкте қабаттаса қойыла береді. Мысалы, онда не дерін біле алмады. Солай шырағым, деді. Неге, деді Сағит тұрған үйінен киімді көрді ме деген оймен, яғни бұл жерде мысалда айқын көрсетілген. Ары қарай сұраулы және лепті сөйлемнен кейін ой аяқталмаса, сұрау мен леп белгілерінен кейін көп нүкте қойылады. Мысалы, алған сыйлығың құтты болсын. Болсын, біз қашан алады екенбіз, ә? Пунктуация тақырыбы осымен тәмам. Назарларыңызға рахмет.